Қытырлатып тұрып түшпара жегілеріңіз келсе, менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Мен сіздермен қытырлақ әрі өте дәмді болып шығатын түшпараның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. 300 мл жылы сүтке 1 жұмыртқа, кішкене май және тұз мүсті қосып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға жарты қасық разрых жедел қосып, жұмсақ қылып қамырелеп қоямыз да 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды илеп болған соң начинкасына кірісетін боламыз. Мен 3 картошканы турап пюре жасап қойдым. 10 минут тұрған қамырды алып 3 бөлікке бөліп қоямыз да, тағы да 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды қатты жұқа немесе қатты қалың қылып қоймай, кесіп алып түшпәраны бүгетін боламыз. Қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Видеодағыдай қайта-қайта араластырып тұруды ұмытпаңыз. Мінекей достар, қытырлақ түшпарамыз да дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.